Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біздің ағзамызды мекендейтін микроорганизмдердің мөлшері біздің жасушаларымыздың санына сәйкес келеді. Олардың біздің тіршілігіміздегі рөлі организмде болып жатқан сан алуан үрдістерге атсалысуы, олардың қатысуынсыз белгілі бір үрдістердің жүзеге аспайтындығы, сол біздің көршілес организмдеріміздің қатысуынсыз өтпейтіндігі сіздерге мәлім. Бізге де жақын көршілес мекендейтін организмдер, олар микробиом өкілдері. Тақырыбымыз бойынша біз бүгін адам денесінің микробиоты, нақтырақ айтатын болсақ, несеп жыныс жүйесінің микробиоты туралы сұрақтарға тоқталатын боламыз. Организмде не көп? Жасушалар ма, жоқ әлде микробтар ма? Микробтардың жасушаларға қарым-қатынасы 3-тен 1-ге тең. Бірақ микробтардың пішіндері жасушаларға қарағанда ұсақ. Олар адамның салмағының 2 килограмын құрайды. Заманауи түсініктерге қарайтын болсақ, микробиот дегеніміз өзіндік ағза. Ол адамның тіршілік барысы кезінде, дені сау немесе науқастанушылығы кезінде организмдегі динамикалық жағдайына сандық және сапалық әсер ететін жоғары ұйымдасқан жүйе болып табылады. Микрофлора деген сөзде не өзгеріс бар? Біріншіден, терминология өзгерді. Біз микрофлора деген сөзді айтпаймыз. Себебі ол сөзде флора деген термин бар. Ол сөз ескірген. Флора деген сөзді естігенде өсімдік әлемі есімізге түседі. Одан бөлек микроорганизмдер өзгерді. Адам организмінде не денесінде мекендейтін микроорганизмдерді бактериялар болсын, саңырауқұлақтар, вирустар болсын, микробиом деп атайды. Микробиомды зерттеудің кезеңдері жаңадан кейінгі кезеңдерде басталды деп айтсақ болады. Кейінгі 5-10 жыл бұрын басталды. Оның басталуының негізгі үлкен себепшісі молекулалы генетикалық зерттеу әдістерінің дамуымен сәйкес келеді деп айтсақ болады. Сонымен заманауи көзқарастар бойынша микробиомды қалай қарастырады? Микробиоттан оның ерекшелігі неде? Микробиоттан оның ерекшелігі біздің ағзамыздағы микроорганизмдердің жиынтығы микробиота деп аталады. Ал микробиом болса, сол микроорганизмдердің барлық гендері болып саналады. Айта кету керек, екі терминді де жиі қолданады. Олар синоним сөздер сияқты бірге қолданыста жүреді. Бірақ та екеуінің айырмашылығының бар екендігін сіздер мен біздер білеміз. Әр адамның микробиомы әр адамда өзіне тән және әр организмнің жасушаларынан 10-даған есе және гендерінен 100-деген есе артық. Адам организмінің жасушаларының 10% өзіндік, ал қалған 90% әр түрлі биотоптарда мекендейтін бактерияларға жатады. Сіздер білесіздер, микробиоттардың екі түрлері болады. Олар облигатты және факультативті. Облигатты тұрақты деп те атауға болады, резидентті, индигенді, аутохтонды флора деп атауға болады. Микробиот түрлері. Бұлар организмде үнемі кездеседі. Екінші факультативті кездейсоқ, транзиторлы деп те атайды. Аллахтонды. Бұл микроорганизмдер сырттан түсуі мүмкін, немесе адамның иммундық жағдайына байланысты. Егер де иммундық жағдайы төмен болатын болса, ол адамдардың организмінде қалыпты жағдайдағы организмімен салыстырғанда өзгеше болады. Мына слайдтан сіздер микробиоттың, нормабиоттың қызметтерін көріп тұрсыздар. Қалыпты микробиоттың қызметтеріне фермент өндірушілік қабілеттілігі, синтетикалық
қорғаныштық, иммуногенді, тағы да басқа қасиеттері жатады. Біз бұл сұрақтарға тоқталмаймыз, себебі бұл сұрақтарды біз өткен курстарда қарастырып кеткенбіз. Бактериялар денеде біркелкі кездеспейді. Микробтар бірлестігі тығыздығы мен таралуы дененің әр бөлімінде әртүрлі болады. Микробтардың бірлестігі тіпті оң қол мен сол қолдың саусақтарының терісінде де екі түрлі болады. Сол сияқты тіс пен сілекейде де микробтар әртүрлі кездеседі. Слайдта сіздер әртүрлі биотоптағы микробтардың орналасуының пайыздық мөлшерін көріп тұрсыздар. Пайыздық көрсеткіштер бойынша ең көп микробтар микробиоты асқазан ішек жолдарында 60%-ға дейін қамтыған. Тыныс жүйесінде 15-16%-ды көрсетсе, ең азы несеп жыныс жүйесінде 5-9%-ға дейін кездеседі екен. Несеп жыныс жүйесінің микробиотына қысқаша тоқтайтын болсақ, несеп жыныс жүйесінің микробиоты өте сирек келеді. Микробтардың саны аз болады. Сонымен бірге бүйрек, несепағар, қуық, жатыр сияқты ағзалар стерилді келеді. Ол жерде мүлде микробтар кездеспейді. Микробиотқа тоқталған кезде міндетті түрде микробиоттағы анаэробтардың және аэробтардың қарым-қатынасын айта кету керек. Анаэробтардың аэробтарға қатынасы оның бірге қатынасындай болып көрінеді, есептелінеді. Репродуктивті жаста грамм-оң бактериялар басымырақ кездессе, грамм-теріс бактериялар етеккір тоқтаған кезде басымдылық көрсетеді. Екі жыныстың адамдарының уретрасында төменде көрсетілген микроорганизмдер кездеседі. Стафилококктар, патогенді емес нейсериялар, дифтероидтар, сапрофитті трипанемалар, стрептококктар, фузобактериялар, пептококктар, тағы да басқа микроорганизмдер кездеседі. Келесі слайдтан сіздер жыныстық ерекшелікке байланысты микроорганизмдердің мекендеуін көріп тұрсыздар. Бұл слайдта әйел адамның жыныстық ағзасындағы бактериялардың, ер адамдардың жыныстық ағзасындағы бактериялармен салыстырғанда өте бай екендігін көресіздер. Қынап микробиоты туғаннан кейін 12-24 сағаттың ішінде қалыптаса бастайды. Ең бірінші болып анасынан туу жолымен өткенде берілетін лактобактериялар, лактококктар ең бірінші болып анасынан беріле бастайды. Содан кейін біртіндеп бифидобактериялар, бактероидтар, энтерококктар, стафилококктар, стрептококктар, энтеробактериялар көбейе бастайды да жыныстық жетілу кезінде лактобациллус ацидофилус басым бола бастайды. Осы лактобациллус ацидофилус қынаптың тазалық микрофлорасын анықтайтын микроорганизм болып та саналады. Яғни слайдтан қарап отырсаңыздар, қынаптың тазалық категориясының 4 көрсеткіші бар. Бірінші көрсеткіште, екінші көрсеткіштерде ұқсастық бар. Ортаның реакциясының қышқылдылығы екеуінде де біркелкі келеді. Бірақ айырмашылығы лактобациллус ацидофилуста. Лактобациллус ацидофилус бірінші көрсеткіште басымдылық көрсетсе, екінші көрсеткіште лактобациллус ацидофилус жеткілікті. Үшінші көрсеткіште ортаның реакциясы әлсіз қышқылдан әлсіз сілтіге қарай ауыса бастаған. Лактобациллус ацидофилус азайған. Кездейсоқ микроорганизмдердің ішінде стафилококктар, стрептококктар, лейкоциттер. Жағындыда біз көбінде лейкоциттерді байқаймыз. Төртінші кезеңде орта сілтіліге қарай өзгере бастайды. Қышқылдылықты мүлдем жоғалтады. Лактобациллус ацидофилус бірен саран ғана болады. Керісінше оның орнына стафилококктар,
стрептококктар, энтеробактериялар, бактериоидтар көбейеді, және де лейкоциттер есесінше лейкоциттердің де саны көп мөлшерде болады, анықталады. Қынап микробиоты туралы айтылғанда негізгі әйелдердің жіберетін қателіктеріне де тоқтала кету керек. Қалыпты жағдайда қынаптан тәулігіне 1-4 мл қынаптық секрет бөлініп тұрады. Ол секрет қалыпты жағдайда иіссіз және түсі мөлдірлеу, ақшылтым болады. Кейбір әйелдер сол бөлінгілермен күреседі. Сол үшін келесі шараларды жиі жасайды. Мысалы, қынаптық душ, жиі дәрет алу, химиялық антисептиктер қолдану, сабын мен дезодоранттар қолдану, етеккір болмағанда күнделікті прокладкалар пайдалану сияқты шараларды жиі қолданады. Несеп жыныс жолдарының аурулары туралы айтатын болсақ, әйелдердің анатомиялық құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты болады. Олар еркектерге қарағанда жыныстық инфекцияларды жиі жұқтырады. Дұрыс гигиеналық талаптар немесе арнайы пребиотиктерді қолдану шаралары қынаптық микробиотты қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен бірге цистит немесе вагиноз сияқты аурулардың рецидиві мен алдын алуына мүмкіндік береді. Қынаптағы кездесетін лактобациллалардың 130 түрі патогенді микроорганизмдерге төтеп беруге қабілетті келеді. Лактобациллалардың жеткіліксіздігі бедеулік, ерте босану, жыныстық жолмен берілетін аурулар және кіші жамбастың қабыну үрдістері сияқты әртүрлі гинекологиялық бұзылыстарға әкеледі. Жыныстық жолдардың инфекциялары ішек микрофлорасымен, несеп жыныс жолдарының микробиотымен контаминация болғанда дамиды. Бактерия тек несеп шығару жолдарында ғана контаминацияланады. Мысалы, уретрит қоздырады. Қуыққа еніп циститтің, тіпті бүйрекке дейін еніп пилонефритті қоздырады. Кейбір эпидемиологиялық зерттеулердің нәтижелеріне байланысты бактериалды вагиноз бен вульвовагиналды кандидоз арасында корреляция анықталынған. Және қынаптың микробиотының патогенді микроорганизмдермен жыныстық жолмен жұғатын ауруларының қоздырғыштарымен шоғырлануы анықталған. Зерттеулердің нәтижелері бойынша қынап микробиотының өзгеруі жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың дамуына жиі әкелетіндігі дәлелденген. Дат ғалымдарының айтуынша, вагиноз бен қынаптық кандидоз жыныстық инфекцияларға жатпайды. Олардың жыныстық қарым-қатынассыз да дамитындығын айтады. Бұндай вирустар адамның иммунды тапшылық вирусының инфекциясының дамуына әкеледі екен. Бұл дегеніміз, қынаптың микробиотының жағдайы аз мөлшерде болса да, жыныстық инфекциялардың алдын алуға мүмкіндік беретіндігін анықтайды. Бұл слайдтан сіздер микробиоттың әсеріне, сіздермен біз микробиоттың әсеріне тоқталамыз. Біріншіден, қынап микробиоты ұрықтану үрдісіне әсер етеді. Табиғи жолмен ба, жоқ әлде жасанды жолмен ұрықтандырған кезде ма, инвитро жағдайында, оған байланысты болмайды. Қынап микробиотындағы Gardnerella vaginalis пен Atopobium vaginae көп мөлшерде кездессе, ұрықтану мүмкіндігі төмендейді. Бедеулік анықталған әйелдерде бала көтеру мүмкіндігі төмендейді. Анасынан баласына берілген микроорганизмдер бала үшін ең қымбат мұра болып есептеледі. Яғни баланың иммунды жүйесінің қалыптасуы да анасының микробиотының берілуімен тікелей байланысты болады. Нәрестенің иммундық жүйесі мен метаболизм үрдісі ұрық плацентасында жатқанда амниондық сұйықтықтағы анасының микроорганизмдерімен танылады және бірлестік құрады. Ол туылғаннан кейін нәрестенің алғашқы нәжісі меконинде анықталады. Lactobacillus crispatus қынап микробиотында басым болса, адамның иммунды тапшылық вирусының инфекциясының дамуын төмендетеді.
Ал адамның иммун тапшылық вирусы бар әйелдерде адамның папиллома вирусының дамуын төмендетеді. Әйелдердің микробиотының жиі өзгеруі әртүрлі себептерге байланысты болатындығын сіздермен екінші курстың программасынан білеміз. Яғни сол айтқандай, босанғаннан кейін де қынап микробиотында өзгерістер болады. Бактериялардың ауысуы байқалады. Лактобациллус криспатус мөлшерінің төмендеуі байқалады. Сонымен біз сіздермен микробиоттар деген түсінікке тоқталдық. Оның қызметтерін еске түсірдік. Қынап микробиотына, оның тазалығына және несеп жыныс жолдарының кейбір инфекцияларына тоқталып кеттік. Назарларыңызға рахмет.